Қайырлы күн баршаларыңызға. Осындай бүгін дәмді, оңай дайындалатын кекспен бөлісетін боламын. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, дәмді шығады. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Оның үстіне 1 стакан шекерімізді салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Ағарғаннан кейін үстіне айран, оған 1 шай қасық қопсытқыш және жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып, ыдысымызға құямыз. Тағы да миксерлейміз. Енді сұйық майымызды және електен өткізілген ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырып, формаларымызға құйып шығамыз. 1 қасықтан. Осы ингредиенттер бойынша 24 кекіс шығады. 180 градуста 20-30 минут қызарып пісіртіп аламыз. Осылай қызарып шығады. Ас болсын.